Қазақ ел мемлекеті Қазақстан Республикасы Сенат, Мәжіліс, парламент депутаттарына үндеу талап. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне ғана емес, әлемдік социалистік жүйені ыдыратуға да түрткі болған соңғы ұлт азаттық көтеріліс 1986 жылғы көтеріліс. Желтоқсан көтерілісінің атаулы күн ретінде күнтізбесіне алынып тасталуы оқиға ардагерлері ғана емес, елім деген жалпы жұртты елең еткізіп, қарсылығын туғызып отыр. Азаттық алғалы тіпті кейбір аймақ көлеміндегі атаулы күндерде елдік масштабта мереке ретінде тіркелген болатын. Ал бұл мүмкіндіктің бәріне жол ашып, мемлекет тәуелсіздігінің соңғы қозғаушы күші ретінде халықта, тарихта мойындаған. Сол мақсатта боздақтардың қаны төгілген қаралы, қасіретті күнді атаусыз қалдыру ешкімді бейжай қалдырмайды. Кезінде тәуелсіздіктің қасында түкке тұрмайтын коммунистік қоғам үшін қан төккен 7 қарашанында социалистік жүйе түгіл әлем еңбекшілері жеңіс ретінде тойлады емес пе? Ал біздің жеңісіміз сол желтоқсан көтерілісінің дүниені дүр сілкіндіруі арқылы келген ел азаттығы. Ел тәуелсіздігінің соңғы қозғаушы күшіне айналған және бұған дейін қаралы күн ретінде аталып келген 17 желтоқсан даталы күні тарихтан сызылса, желтоқсан ардагерлері күрестің кез келген түрімен қайта орнына қойып, заңдастыруға дайын екенін ескертеді. Осы мәселенің әділ шешіміне тез арада жауап берулеріңізді талап етеміз.